Нұрсұлтан Назарбаев атындағы аэропорт, бас қаланың аты, танымал университет, мектеп, музей, саябақ, көше атауы және ескерткіш. Қазақстанда экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына біраз дүниелер аталған. Елде бұдан бөлек Назарбаев жайлы деректі бірнеше фильмде түсіріліп жатады. Жақында мемлекеттік сатып алу порталын қарап отырып, тұңғыш президент кітапханасының NN Journal деген журналды шығаруға және таратуға арналған қызықты лотын тауып алдық. Біз бұл тендерді жан-жақты зерттеп шықтық. Сөйтіп, аталмыш басылымның толығымен Нұрсұлтан Назарбаевқа және оның Қазақстан Республикасының президенті лауазымындағы жетістіктеріне арналғанын анықтадық. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің кітапханасы жыл сайын көптеген басылым шығарады екен. Олар негізінен Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан мемлекеттілігін құрудағы жетістігіне арналған. Дегенмен NN журналының орны бөлек. Журнал әр 90 сайын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығады. Сондай-ақ Қазақстаннан бөлек жақын және алыс шетелдерде де таратылады. Әр нөмірдің мұқабасында Назарбаев бейнеленген. Ресми түрде NN журнал 2019 жылдан бастап шығады. Бірақ іс жүзінде шамамен 14 жылдан бері басылып келеді. 2007 жылы тұңғыш президент кітапханасы Мирас журналын шығара бастады. Онда да елбасының тәуелсіздік жылдарындағы президент қызметіндегі жетістіктері туралы жазылатын. 2018 жылы журнал аты Мирас NN Journal деп өзгергенмен, бір жылдан кейін қазіргі атауына ауысты. 2021 жылғы ақпанда тұңғыш президент кітапханасы NN Journal журналын шығару бойынша қызметтерді сатып алуға хабарландыру жариялады. Ведомство бұған 17.657.142 теңге бөлуді жоспарлаған. Техникалық ерекшеліктеріне сәйкес басылымның таралымы 1000 дана, шығару мерзімі 90-на 1 рет, яғни журнал жылына 4 рет шығады. Беттер саны 100-ден 120-ға дейін болу керек. Тендерді биыл Даму Астана мүгедектер ұйымы жеңіп алған. Ол өз қызмет үшін бастапқы соманың орнына 11.990.000 теңге ұсынған. Қазір компанияға 2.997.500 теңге төленген. Алайда шартқа әлі қол қойылған жоқ. Себебі журнал жасаушыда тендер авторларына бірнеше сұрақ пайда болған. Тұңғыш президент кітапханасы өткен жылдарда елбасы туралы журнал шығаруға тендер өткізетін. Мысалы, 2020 жылы оған 53.183.928 теңге бөлу жоспарланған. Сондай-ақ тұңғыш президент кітапханасына жыл сайын мемлекеттік қазынадан қомақты қаражат бөлінетін атап өтейік. Мысалы, 2019 жылы кітапхана қызметін қамтамасыз етуге 1.050.197 теңге, 2020 жылы 1.045.033 теңге, ал биыл 1.018.243 теңге бөлінген. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпай, және желідегі парақшамызға жазылыңыздар. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.